Ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне президент Тоқаевқа айтайын деймін, сіз жағы орыс тілді жақсы көрсеңіз, орыстарды құрметтесеңіз, мынау команданың алдыңызда Ресейге кетіңіздер барлық. Мынау депутаттарыңыз бар, артистер, арам тамақтар, жаңа билікті өлтірген өкімет бар, басқасын бар. Мынау машқараны қараңдар, мынау Абенов пен министр өтіріктен жағы бір-бірімен жағы айтысып жатқан сияқты орысша, бірақ оның бәрі пропаганда. Орысша сөйлеңдер дегендей. Оларға бәрін жағы парламенттің үстінен қарап тұратын жағы смотрящийлер айтады, сен бүйтіп сұрақ қоясың, сен былай айтасың, сен бүйтесің, сөйтесің, сценарийін бәрін расписывать етеді. Могут ли те, кто уже пострадал год назад, 2 года назад, 3 года назад, кто не прошел биометрию, потребовать списания кредитов без суда из-за того, что в сентябре вступили в действие эти изменения? Скорее всего, здесь нужны еще и Министерство юстиции. По моему мнению, можно списать в случае в рамках уголовного дела, если МВД возбудило уголовное дело и признало его потерпевшим. Каман Абенов дейтін қарап, бет аузы жағы тамақтан бұлшиып, неғып кеткен, анау қасындағы коллега тағы бір депутатпен де қазақша сөз құрғандай, екеуі орысша сөйлеп тұр. Более того, когда мы рассматривали весной закон, я предложил не только персонифицировать, чтобы я знал. Онда кетіңдер, ақшаны қазақ халыққа, Қазақстанға не жақсылық жасадыңдар? Байлығын бәрін тартып алдыңдар, өзбектерге жағы, Америкаға барып, Трампқа беріп кеттіңдер. 3-4 миллиард доллар, 4 миллиард доллар жағы. Тепловоздарды Якова сатып алған 250 тонна болған біздің рельстерде жарамайды, ол нағыз пара. Тағы да Совет мира деді, оған да 1 миллиард доллар біздің ақшаны беріп жатса, халық аш, күн көремей жүр. 1 миллиард доллар не керек ол Совет мира? Бір әкеңіздің халқын ақшаңыз болса 1 миллиард доллар бет. Ол аз болғанда жағы қол қойып жеріңіз жағы Американ жағы редкоземельный металдар сол разработка қылады деп. Ол қандай құқыңыз бар? 2019 жылдан бері тек қана алдап, халықты жағы қорлап, атып, финансы пирамидаға арқылы тонап, штрафтармен тонап, айлықты көтермей, бағаларын бәрін көтеріп, онке бизнесменнің жағы немелерін жағдайын қарап, сөйтіп жүріс 2019-дан бері тек жаққа ақсылық көрсеткен жоқсыз. Бірақ аны ақшандарын қалдырып кеттіңдер, СМИге сенсек, сізде баяғыда 6 миллиард доллар болып дейді, басқа мынау министрлер. Сойқа барыңыздар, жалғыз тіл қалды қазақтар, сонда құртып жатсыздар. Мынандай пропагандамен, мынандай чебурашканы тауып алып, қазақша сөйлеткізесіңдер. Ой, біз өзімізден қазақтан, ол халықтан, үйімізден сөйлеуіміз керек, өзіміз сөйлеуіміз керек деп өздерін давление жасайсыңдар. Қазақстан, Астанадағы, Алматыдағы қазақтардың бәрін манкурт орыс қылып жүргенсіздер. Баяғы 90 жылдар ауылдардан күн көремей көшіп сояққа барғанда соларға кейбіреулерін квартира беріп, жұмысқа не қылып, соларға давление жасап, бәрі манкурт қылып қойдыңдар. Орысша сөйлеткізіп. Кейін айтасыңдар, они сами не хотят говорить деп. Они сами не хотят говорить, они против этого деп. Сіңіз бі, кеше басқаларды айтпай қой, қандай санаторийларды мен болғандарым жағы, Алтын Қарғалы, мұнақта Аққайын жағы, Алматы Ресерт, әр жерде өңкей тотальный русификация өткізесіңдер. Өңкей қазақтар жиналып алған, ол да физрукта қазақша айқайлап үйретіп жатыр. Оның бәрін көрдіңдер, оқыңдар. Кеше осы среда сәрсенбі күні моншаға барып алырасан. Әр нәрсе мені жағы қай жерде маған дайындап қойып білейін. Парилкада кірдік, 30 адам отыр, өңкей қазақтар мен деген ішінде немер жағы обязательно енді правоохранительный орган КМБ бар, мен сопровождать етін. Бір-екі ұшақ орыс. Бәрі жаңа старший бар екен, бір ұйғырға ұқсайтын ба, қазаққа да ұқсайтын біреу. Солардың бәрін орысша, бізге орысша не отыр, сен не туралы? Путин келмей тұрып, бұяқта бәрін орысша тотальный русификация. Команда беріп отыр да, олар целый бригадамен моншаға келеді екен. Жағы 10 адам, 20 адам, ана орысша сөйлеп жүр, қазақша сөйлемесе мейлі. Кене, сен қазақша сөйлесіз, бәріміз қазақпыз, орыс емес қой. Маған айтады, одна фашива овца, вот так все делать деп, ана орыстар отыр дәуде, оларды мен не қылсам, не қылады. Кейін мен оны жан шығарттым сол жерде, айқайласып қалдық, не қылып қалдық.
ФСБ КМБ жағын itтерсіңдер дедім. Сөйтіп, әбден яқпады. Бір қазақмен сөзін сөйлеген жоқ. Не бір ішінде отырған қызметкерлер бар, не бір ішіндегі отырған пенсия шыққан қазақтар бар. Өкіметте билікте істегендер. Бір ауыз жақтаса өткізді. Мынау ішінде анандайда отырғанда шығар маған. Мынақта Фейсбукта жазып қазақша сөйлесейші деп басына шешесін гамашын киіп алған ба, түрі көрінбесін деп. Әйелін ритузын киіп алған ба, батыр болып. Ол да мүмкін отырған. Сондай жерге бір ауыз сөз жақтасып не қылмайсыңдар ма? Сондай көпшік жерлерде не қылу керек? Жалғызмен сөйтіп не қылу, бір ауыз сөз не қылмайсыңдар. Сол үшін преследовать етеді. Кен мына жаққа шығып отырып ем, біреу келеді, ой, батыр екенсің, бәрін жан. Сен бір ауыз сөз жақта сөйлемейсің. Енді мынау мен айтайын демем деп не қылады. Екіншісі келді, ол да батыр екенсің дейді. Сен жақтасып бір ауыз сөз сөйлемейсіңдер. Мен құлағым еспейді, не отыр. Құлағым еспесе, неғып онда қаяқтан біліп отырсың, мен қасыма келіп отырып, маған батыр екенсің анау-мынауды. Бір ауыз отыр, бір бұрында прокурор ма, біреу ма істеген отыр. Бұрында біз қазақша, орысша сөйлеп, совет өкімет кезінде бір нәрсе деп, қасында баласы да орысша сөйлеп тұр. Кенәті совет өкімет өткеніне қанша бұл 35 жыл болды ғой егемендік. Намысың бар ма сен? Сөйтіп, анақта жек сүрім болып сөйтіне. Бірақ енді олармен қанша қиын болса да алысу керек. Барлығы бір қазақпын, қазаған жақта не қылады? Соцсетиде отырып алып, қазақша жазсыз, мен қазақша орысша сөйлесем, орысша не қылсам, басқа аудитория орыстарға арналған. Солар естісін. Басқа мемлекеттен естісін. Сөйтіп не қылам? Тоқаев мынау командасымен, онкей депутат арам тамақтарымен сөйтіп не қылып отыр. Біреу дейді бір студентское общество деймі, уже поддерживать дейді конституцию. Если қалай поддерживать, Туркияда қараңызшы, мына қандай төбелес болып отыр мына жерде. Депутаттардың адамдары. Келіспей бір заңға. Нақ, оларда біреусі оппозиция, біреусі билікте отырған. Бізде анау бір грузин ба біреу ма видеоға сенсек, айтатын адам в некоторых регионах Казахстана ввести специальный там закон дейма, специальный немне для этих регионов. В продолжение ранее высказанных предложений хотел бы остановиться на вопросе конституционного закрепления возможности установления в отдельных регионах специального правового режима. Көрдіңіз ба, ол нағыз немне ғой. Сепаратизм ғой. Жайлап бөліп тастамақшы. Бізді билікті сатып алған содиіп, киімдер сөйтіп не қылмақшы ғой. Солтүстіктен Ресейге беріп, мынақтан өзбектерге беріп, мынақтан Қытайға беріп сөйтіп отырмақшы ғой. Сөйтіп анау бауырымызды соттатып жіберіп, Мейірбекті. Енді міне жерде Әзербайжан балалар кеп, олар да именно осы конституция, қазақ тілі мен орыс тіл бір болсын, региондардағы специальный закон, отдельный регионда вводить қаралып атқанда, соны специальный мен пікірім бойынша мынау екі Әзербайжан біз дейді, соны жіберіп, 3-4-еуін. Сөйтіп, нахальный образом бізді қорлап, қоймен теңістіріп, братья деп, он бәрі ФСБ КМБ тірлігі. Енді бұналарға не өңдер? Мейірбекті соттаттыңдар ғой? Тоқаев мырза. Мейірбекті соттаттыңдар ғой показательно. Қазақстанда тұрып, қазақ тілін талап еткен үшін, сол үшін соттаттыңдар. Енді мұнан бұл нағыз межнациональный ролін ғой. Қазақтарды унижать етіп отыр. Қазақтарды қыздарын бүйтеміз, сөйтеміз, ол рас па, өтірік па звондаған оған. Не қылды ма? Айдалаға барып, он бараны, это казахи, наши братья, деп не қылған. Мен межнациональный, көрейік қалай не қылған. Сол үшін сіз Тоқаев мырза қазақ тілін жек көрсеңіз, қазақ тілін не алмасаңыз, тонатын тонап, осы 7 жылдың ішінде быт-шытын шығарып жеріңіз Қазақстан. Халықты да жағдай дұрыс не қылып кетті. Орныңызға кім біледі, ана вице-министр қылып Дариғаны қоймақсыз ба, жоғары Головкинді қоймақсыз ба, жоқ Шадиевті қоймақсыз ба, құдай біледі. Бірақ мұна немнемен сізге асарын асадыңыз, жасарын жасадыңыз. Сен жүрсіз ары бері қазақтың байлығын жан жаққа тастап.
Барыңыз да Ресейге барып тұрыңыз. Өзімен бірге мынау арам тамақ депутаттарды алып кетіңдер. Өкіметте отырғандар немне алып кетіңдер. Қазақтардың бәрі қалды. Біреусі не қылмайды. Бәрі сіз тотальный русификация істеп жатқан сіздерсіздер. Сөйтіп анау оңбаған иттеріңізге айтасыздар, кешіңіздер жағы. Сөйтіп айт жағы мынау қазақтардың өздері кінәлі. Соны үйден бастау керек, өздері қазақша сөйлейді. Қалай қазақша сөйлейсеңдер, басып атсаңдар. Под угрозой жұмыстан алып тастайды. Сот, прокуратура, КМБ, сот, прокуратура бәрі тотальный русификация. Оке қазақтар отыр процесті. Здрасте, здрасте дейді қорыққаннан. Саламатсыз десең, болды, бәлеге аласың, сөйтмей алады. Сонда да сөйтіп тұрасың. сөйтіп алысу керек қой. Вот солардың бәрін жинап алыңыз да кетіңіз Ресейге. Ондай сіздің жақсы көрсеңіз. Біздің Қазақстанға жақсы әкемейсіз, әкеме кетсіз де. Уже осыдан ақ білуге болады. Бәрінен не қылдыңыз, енді байлығын шодиіп, киімдерге беріп, олар аналогта төлемейді. Мынақта бостандық ауданды да Өзбектен талап еткен жоқсыз бер деп. Арна саяси водохранилищен соқтырып қойды, бір аузыңызды ашқан жоқсыз. Анау қаңтарда халықтың бәрін приказ беріңіз ап тастауға. Содан кейін КМБ бандиттер магазинге крушить етті. Оларға бір айдың ішінде ақшасын беріңіз. Ішінде сынбаған, терезесі сынбаған, ешқандай царапина болмаған французский домға 10 миллион доллар ма беріңіз. А мына Гарант 24 ломбард дейтін қарапайым қазақтар 16 облыстан қаладан жинаған, олардың бәрі мемлекеттің кінәсімен, прокуратура, КМБ кінәсімен отыр ғой. Біледі, Министерство юстицияға да жазған. Мынандай заңды болып отыр ма? Я заңды зарегистрирован деп. Сөйтіп, өздеріңіз кінәлі болып тұрып, қайтармайсыздар ақшаны. Халықты тонап отыр. Не үшін халық тонап? Сөйтіп, мынандай ұстау үшін. Кедей халық сіздерге өте немне ұнайды. Байлығымыз Эмираттан да бай, Қатыр, Кувейттен да қой, ұялмай ары-бері аузыңды не қылып қыдырып жүрсіз. Барыңыз Ресейге, не қылатын болса. Мынау студенческое общество деймі, бір нәрселер өтіріктен сіздерге поддерживает. Не дейді анандай. Изменение Конституции. Не керек бар Конституция, не қыласыз. 29 жыл кетсеңіз, өзіңіз ойлайсыз, 29 жыл кетем деп тұрсыз. Олға сен Алла тағала не қылмаса. Ол не қыласыз ол Конституция? Кім приказын исполнять етіп атсыз? Шодиев? Ким? Путин? Мирзиёев? Кімніңкі? Қытай? Бұл сұрақ ашен. Бәрін Қазақстанды енді түгін қалдырмай, халықты қаңғыртып, ешқандай жақсылық істемей, енді осындай тілді де алып қоймасы, біздің тарихты да Майя Бекбаева дейтін приспособленка арқылы, басқалар арқылы тарихты да соларға сатқызып, бергізіп атсыз өзбектерге. Бір нәрсе десе, мынақта айтады, немне соғыс ашайын деп атсы соғыс. Онда барыңдар, өзің жанұяларыңды беріңдер. Қазаққа тұратын тарихын, байлығын, қандай құқықтарың бар беруге? Мен осы жерде айтылған күмәніме, пікіріме, көз қарасыма, өздерінің көз қарасындарын қалдырыңдар. Бірақ мынау жақсы емес біз. 29 жылға сен Тоқаев мынау жоқтың жереді Қазақстанда. Уже қазір тілді бәрін құртты, ол уақытқа сен не қылады. Дәл тіл туралы сөйлесең, орыстарды артымыздан ФСБ бандиттер отырып қояды. Тарих, Шодиев, бізді тонап атқан өзбектерді, ұйғырларды қойып қояды. Нападение жасайды. Артында бітеп, оңбаған мусорный ящик дүниеге келген КМБ бандиттер снимать етіп тұрады. Бір нәрсе сопротивление ұрып жібере деп. Сөйтіп не қыламыз ба деп. Басқасын корейстерді айтса, сол корейстерді жібереді. Осыдан кейін қалайсыз деп билік мемлекет деуге болады. Әрқайсың тексерсең, әрқайсың коррупционерсіңдер. Менің пікірім күмән бойынша. Менің айтылған осы жерде пікірім күмән немнен бойынша өздерінің пікірлерін қалдырсаңыз болады. Бірақ Тоқаев мырза, сіз асарыңыз, балаңыз бар екен, анақта келіншегіңіз бар екен, Варвара коса, длинная коса, сояқ кетіңіз. Қазаққа жақсылық істесеңіз. Бірақ ақшаларды қалдырып кеттіңіз. Жақсы рахмет.